Бисмиллахир-рахманир-рахим деген аятқа келетін болсақ, енді бұны жалпы басмәлә дейді. Араб тілінде басмәлә, яғни бисмиллахир-рахманир-рахим деп айту. Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөздің мағынасы ерекше, бағанағы мейірімді, рақымды Алланың атымен. Алланың атымен. Тікелей аударатын болсақ, мағынасы осылай. Біз бастаймын деп айтып жатамыз ғой. Негізі бастаймын деген сөз бұл жерде жоқ. Бисмиллахир-рахманир-рахим деген бисми дейді. Бисми, яғни бағанағы бә әрпі дейді. Бағанағы арабша білетіндер бұны түсінеді. Бағанағы бә әрпі харф жар дейді. Одан кейін исми, мәжрур дейді. Бағанағы харф жар және мәжрур. Бисми есімімен, яғни Алланың есімімен. Ал енді бұл жерде Алланың есімімен дегенді ғұламаларымыз айтады. Қандай да бір істі істейтін болсаң, сол жерде бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтсаң, алдына сол есіттік келеді деді. Сол есіттік келеді. Яғни Құран оқитын кезде бисмиллахир-рахманир-рахим десең, онда мейірімді, рахымды Алланың атымен оқимын. Тамақ жейтін кезде бисмиллахир-рахманир-рахим десең, мейірімді, рахымды Алланың атымен жеймін. Өзі кез келген сол етістік жасырын тұрады дейді. Сол етістік жасырын тұрады дейді. Және кез келген істе осы бисмилланы айту керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бисмилласыз басталған істе береке жоқ дейді. Сол үшін де біз кез келген жерде жақсы істе бисмилла деп айтуымыз керек. Бұл сол іске береке береді, сол істі бізге пайдалы етеді.